Бүгін жасанды интеллект жайлы сөйлескім келеді. Ең бірінші тақырыптардың бірі. Өйткені бұл нәрсе біздің өмірімізге уже кәдімгідей еніп жатыр. Мысалы, статистика бар мынандай. Apple ең көп стартаптар осы жасанды интеллектке байланысты алып жатыр екен. Мысалы, Apple 32 компанияны алған екен, Google 21, Meta 18 деген секілді. Тура осындай бір статистика бар екен. Яғни, қазіргі үлкен гигант компаниялар осы жасанды интеллектке көңілдерін аударып жатыр. Мысалы, короче, жасанды интеллект мен қауіпті деп есептеймін. Сразу ойымды айта салайын ба? Қауіпті деп есептеймін? Иә, өте қауіпті деп есептеймін. Жұмыссыздық қалып келетініне ол ғана емес. Вообще, мынандай бір момент бар. Бір анандай эксперимент жасаған, жасанды интеллектқа ойын ойнауды үйретеді. Қойыңыз, ана ойындар болушы еді ғой. Біреу артынан қуып жүреді да, екіншісі дейтін преграданың артынан тығылып жүреді. Сол ойынды ойнауды үйреткен. Потом біраз уақытта ана жасанды интеллект сол ойынды күшті ойнауды үйреніп алған. Бұл бір. Екіншіден, тағы біраз уақыт өткен соң жасанды интеллект ойындағы багтарды, яғни ойындағы қателіктерді қолданып, қалай супер сильный, супер мықты болып кетуді үйренген. Вообще маған ұнамайды. Неге? Себебі жасанды интеллект деген ол өте түсініксіз дүние. Біз оған бір ақпаратты жегіземіз, а ол өзінің бөлек қорытындысын жасауы мүмкін. Өз ойы бар деп ойлайсың ба сен сонда? Әрине, енді ат айтып тұр ғой, жасанды интеллект деген ой ғой. Енді оны дамытатын болса, ол өзінің ойымен дамып кетуге мүмкіндігі бар деп ойлаймын, и ол өте қауіпті деп ойлаймын. Иә, робот деген сияқты кинолар жақын арада дейсің ғой. Иә, сондай. Так, менің бұған байланысты негізі өз ойым мынандай, жасанды интеллектте ондай қатты қауіп әзірше ближайший 50 жылдықта, 100 жылдықта мен жоқ деп есептеймін. Неге? Жоқ, енді өз ойымда неге екен, иә? Өйткені мен ойымша адамдар бұл жасанды интеллектті плюс өздерінің преимуществоларына қолданады. Яғни өздері эффективнее болу үшін, өздері задачаларды лучше шешу үшін, және адамдардың миының производності по-любому жасанды интеллектке қарағанда әлде қайда мықты болады деп ойлаймын. Өйткені жасанды интеллектті адамдар көбінесе свободный плавание емес, сол жақтағы білім арқылы өздерінің эффективностін, былайша айтқанда, арттырып жатқан көрінеді. Бірақ енді бір мен өзім көретін қауіп жағынан айтатын болса, ол көбінесе мынау гигант компаниялардың вообще қатты монополист болуы, болашақта халықтың сознаниясына әсер ете алуы, халыққа өздеріне керек ойды жеткізуі, сол нәрседен қорқамын. Яғни мен көбінесе жасанды интеллекттің өзінен емес, гигант компаниялардың одан әрі гигант болуынан қорқамын деп айтса болады. В общем, Google-дың, Apple-дың, Nvidia-ның акцияларын сатып алу керек дейсің ғой, чтобы соның монополистерге алданып жүрмей, солардың бір бөлігі болады. Иә. И осы жерде как раз таки айтқым келеді. Қазіргі таңда сен қалай ойлайсың? Мен ойымша қазіргі таңда келесі единорог компания деген өз кішкене компания стартаптар болып, болашақта миллиардный компания. 1 миллиардтан жоғары оценка алады. Сондайға оценка алатын компаниялар, яғни болашақта қатты шығатын, кезінде Tesla сондайлар болды. Келесі единорог компаниялар іздейтін болсаң, яғни ақшаңды не істеген келсе, осы сфераны зертте, осы сферадағы стартаптар, акцияларды қара деп оқырмандарға кеңес беретін едім, и өзімде сол бағытта не істеп жатырмын. Мысалы, C3AI деген компания бар ғой. Сол бірақ негізі оның мен былай жүйесін қарадым, негізі қатты емес, өте заменимый компания екен. Бірақ в целом соны зерттеу керек сияқты. Білмеймін, зерттеу керек шығар, бірақ мынандай бір өте ұқсас жағдай бар. 2001 жылы 2000 жылдары, 2001 жылдары мынандай бір хит болған. Қазір оны біз ол кезде бала болдық, қазір бірақ сол тарихты оқитын болсақ, мынандай хит болған. Егер де сенің компанияң .com деген жазумен аяқталатын болса, онда сенің инвестиция тартуға мүмкіндіктерің көп болады да. .com деп аяқталатын барлық компаниялардың акцияларын бәрі ала берді, көтеріле берді. И 2002 жылдары мына жерде S&P 500-дің графигін фук деп шығарып қоя аламыз ба, Динара? Фук деп шығарып қойық онда. Сол жерде мына жерде графиктің құлап жатқанын көресіздер да. Неге? Себебі сол .com деген дүниенің пузырь екенін көрді да, пузырь жарылды. Дәл сол сияқты мен жасанды интеллекттан өте ұқсас дүние көремін. Қазір ЖИ немесе ИИ, ағылшынша AI деп аталады да. Сондай жазуды көргендердің барлығы соған ақша сала береді, сатып ала береді. Мысалы, Nvidia-ны қарайтын болсақ, Nvidia-ның графигі
адам сенгісіз қатты көтерілді да. Бұл бір. Екіншіден, Nvidia-ның P бөлінген, жарайды, детальға кетпей қояйық, бірақ Nvidia-ның көрсеткіштеріне қарасақ, ол тым переоцененный компания да. Сондықтан мен егер де қатты өскін келсе, жасанды интеллекті ғана емес, басқа салаларды да қарау керек деп ойлаймын. Мысалы, Biomit деген компания бар, ол жасанды түрде ет шығаратын компания. Немесе, мысалы, биология саласынан да, нейробиология саласынан әртүрлі компаниялар бар. Әлі емі табылмаған ауруларды сондайлар бар, мысалы дейтін INTS, жоқ, өтірік айтамын, INTG дейтін акция бар, соны зерттеп көріңіздер. Ол раққа қарсы емі болуы мүмкін деген дәріні қазір тесттен өткізіп жатыр. Бірақ қазір денсаулық секторы негіз өте қатты құлап жатыр, иә. Екіншісі, мынандай нәрсені сен байқайсың ба? Бізде бір культ бар сияқты, қазақтарда бір мақтану үшін, енді жақсы болсын деп айтамыз, бұл нәрсе мақтану үшін көбінесе рассрочкаға заттар ала береді, қарызға бата береді. Яғни ол нәрсені элементарный айфоннан көруге болады. Айфоннан көруге болады. Мысалы, мен байқаймын, мен ойлаймын, егер сен, допустим, мобилографсың, сен айфонды алсаң, ол арқылы сенің клиенттер табу мүмкіншілігін артады, яғни ақша табу мүмкіншілігін артады. Тогда болады деп ойлаймын. Өйткені бұл сен өзіңнің жұмысыңа деген, былайша айтқанда, инвестиция, сен өзіңе дамытуға деген қадам. Тура сол сияқты, егер телефон сендегі бір производительностьті арттыратын болса, телефон сені саған ақша алып келетін немесе блогыңды дамытатын құрал болса, қолдан. Бірақ бізде қазір мен көп байқаймын. Керек емес ол адамдарға. Рассрочка туралы айтып жатырмыз ғой, да? Иә. Или просто покупка ма? Жоқ, рассрочка жайлы да емес. Просто покупка ма? Бұл жақта жоқ. Көбінесе адамдарды не итермелейді, неге олар осы мақтану үшін сол нәрсеге алады, вот сол нәрсе жайлы ойлаймын. Біріншіден, менің пікірім болса, мен мақтану үшін зат алу жаман емес деп ойлаймын. Ол нормаль, мақтан келе ма, мақтан. Бірақ көтеніңе қарап, осындай сөздерді айта берсе болмай YouTube-та. Да? Бірақ көтеніңе қарап мақтан деп ойлаймын. Неге? Енді сенің ақшаң, мысалы, қолыңда 1 миллион теңгең болып, 100 мың теңгесіне мақтанам десең, базар жоқ, мақтана бер. Бірақ сенің қолыңда 500 мың теңге бар, соның барлығына ел жұрт көрсін, менде айфоным бар екен деп, сондай алып алсаң, ол қате деп ойлаймын. Неге? Себебі, во-первых, біріншіден, неге мақтану жаман емес? Себебі, мен ойымша, сен ақшаны өмір сүру үшін табасың, өміріңнің бір бөлігі мақтану арқылы өзіңді жақсы сезінетін болсаң, нормально. Бірақ ақшаны мақтанудан да басқа құндылықтарға жұмсау керек та. Қарапайым өмір сүру, өмірдің сапасын арттыру, мысалы жақсы медицина, жақсы киім, болашақта өмір сүретін еркебұланның ақшасын тартып алып, бүгін жұмсап тастамау. Ол дегеніміз, мысалы, кредит аламыз да, болашақта еркебұланның ақшасын тартып аламыз да. Сол сияқты да, яғни мақтаныштан да бөлек дүниелерге жұмсау керек. Сондықтан ақшаны дұрыс есептеу керек деп ойлаймын. Ал рассрочкаға келетін болсақ, рассрочкада ол 100% панты үшін, пантовать ету үшін дүние сатып алуға болмайды деп ойлаймын. Тек қана рассрочкаға алатын заттар, негізі мынандай болады. Кредит деген дүние бар, рассрочка бар да. Екеуі, в принципе, өте ұқсас заттар ғой. Бірақ негізінен жақсы кредиттер болады, жаман кредиттер болады. Жақсы кредит дегеніміз не? Жақсы кредит дегеніміз сен оны аласың да, сен бір жерге саласың, оның қайтарымы кредиттің пайызынан жоғарырақ болады. Мысалы, сен бірінші бизнесіңе кредит алсаң, ол жаман кредит, бірақ жетінші бизнесіңе кредит алып жатсаң, сенде уже тәжірибе бар. Сен в принципе білесің да, қандай қайтарым болатынын да, немесе жетінші точкаңа алдың, қайтарымы бар, жаптың. Нормальный кредиттер, мысалы, даму фондынан. Ал мынандай вообще жаман кредиттер бар. Мысалы, сен холодильник аласың кредитқа. Ол жаман кредит. Неге? Себебі, бірінші потребительский кредиттің ешқандай қайтарымы болмайды. Холодильник тұрады, ол саған қосымша ешқандай өндіріс алып келмейді да. Мысалы, рассрочкаға сен айфонды алсаң, екі түрлі мақсатпен алуыңа болады. Біріншісі жаңа мобилограф, ақшаны салдың, оның қайтарымы бар. Екіншісі, ақшаны салдың, ешқандай қайтарымы жоқ. Менің подругаларымның бәрінде айфон еді, менде де айфон болсын деген дүние болса, ол жаман кредит. Сондықтан, я думаю, кішкене кредиттардың жақсы жаманын ажыратудың схемасы керек деп ойлаймын. Меніңше жалғыз схема ол қандай қайтарымы болады. Салған ақшам қанша уақытта қалай қайтады, немесе қандай формада қайтады, соны көру керек. Егер де салған ақшам подругаларының молодец деген формасында қайтса, ол сізге нормально болса, все, қаржылық
шұңқырға кіре беріңіз, базар жоқ. Ал егер салған ақшам ақша түрінде қайтсын, немесе бір тәжірибе түрінде қайтсын да, скиллдарды көбейтеді ғой. Ал тәжірибе деген не үшін керек? Болашақта көбірек ақша табу. Сол арқылы қайтсын десек, онда мен ойымша ала беріңіздер. Солай. Келісесіз бе? Қатты сөйлеймін мен де ұзақ. Мен ойымша адамдарда бұл нәрсе именно осы рассрочкаға бағана мақтану деген нәрсе кішкене эмоциональный покупкамен де қатты байланысы бар сияқты. Адамдар бір эмоционалды болып тұрғанда рассрочка, мысалы, Каспи почти всегда доступна. Каспи всегда доступна. Всегда доступна. И как будто саған ақшаны алып алуға жақсы мүмкіндік. Сен қазір қол жетпейтін нәрсені ала салуға жақсы мүмкіндік. Осы жерде мен Марғұлан Сейсенбайдан бір естіген бір ойы бар. Сол ойды енді толыққан жеткізе алмауым мүмкін, бірақ ол айтады да, кредит деген, рассрочка, ол сендегі қазіргі жоқ нәрсені болашақтағы өзіңнен тартып алу. Біз де өзіміз курста оны көп айтамыз ғой. Болашақтағы өзіңнен тартып алу, инвестиция керісінше болашақтағы өзіңе бір нәрсе беру деген. Яғни в моменте тартып аласың, бірақ сен болашақтағы өзіңнің ақшаңды азайтып тастайсың. Сол үшін де адамдар осы моменттерді ажырата алу керек деп ойлаймын. Әсіресе қазір енді студент болып келе жатқан жастар, оларға қазір көп нәрсе доступны сияқты, алданып қалуы мүмкін, көп қарызға батып кетуі мүмкін. Сол үшін осындай приоритеттер. Екінші ойлану керек нәрсесі, бұл маған қандай пайда алып келеді. Яғни белгілі бір эмоциональный даже покупка алатын кезде сен оны чуть рациональностьқа салып, бір ғана алмаймын, ертең аламын ба, сөйтіп бір ұйықтап алсаң да көмектеседі ғой. Немесе бұл маған қандай нақты пайдалар алып келеді, соны жазып шығу. Егер шынымен де пайдасы көбірек болса, хорошо, ал. Сосын мынандай бір момент бар. Я думаю, мақтаншақ қазақтар неге көп, білмеймін, басқа елдер қандай мақтаншақ емес па. Бізде жұрттың баласы деген. Анау көршінің баласын қараш, қандай күшті болып жатыр, сен неге осындайсың? Анау мен мынадан кем болмайын, осындаймыз деген дүние пантоваться етуге қатты итермелейтін сияқты бар. Бізде қазақтар мысалы Борат деген фильмді жек көреміз. Борат деген фильм жақсы көретін адамдар бар ма арамызда? Бәріміз жек көреміз да, қызық болса да. Бірақ сол Боратта күшті бір сцена бар. Менің ана көршім телевизор сатып алды, мен де сатып алдым. Менің көршім анандай істеді, мен де. Біздің қазақтың негізі сондай жаман жері бар. Көршің бірдеңе сатып ала ма, мен де сатып алуым керек. Анау бірдеңе істеді ма, мен де одан қалмауым керек. Жұрттан қалмайық деген дүние бар. Сол жаңағындай ғой, подругаларым бәрінде айфон бар, мен де айфон алам деген дүние содан шығады. Бір-бірімізбен ат жөн жоқ, жарыса береміз. Давайте болғанда енді вообще егер де сіздерге қаржылық жағдайларыңыз қызық болса, немесе қаржылық жағдайларыңыз нормальный болғаны сіздерге керек болса, онда жұртпен өздеріңізді салыстыруды қойыңыздар. Біреуде артық, біреуде кем, біреуде ерте, біреуде кеш, барлығының өмірінде жақсылық болады. Бірақ ол жақсылықтарыңыз мен анадан кем болып қалмайын, балам жұрттан кем болып қалмасын деген сөздер арқылы емес, махаббат арқылы болған дұрыс деп ойлаймын. Өмірді махаббат құтқарады дегенше. В общем, сондықтан біріншіден біз не келісіп алдық та, эмоциональный покупка жасамаймыз. Егер де бірдеңе сатып алатын болсақ, онда ақшамызға функциональный пайда деп аталады да. Функциясына қараймыз дүниенің, ол функциясы бізге қандай пайда алып келеді. Мүмкін бір эмоциональный пайда, мүмкін бізге тәжірибе алып келеді, мүмкін ақша алып келеді, мүмкін басқа дүние алып келеді. Сол пайдаларын нақты ескереміз. Үшіншіден, егер де мақтаныш үшін дүниені сатып алғыңыз келсе, онда ақшаңыздың кішкентай бір бөлігіне мақтануға болады. Ничего страшного, өздеріңіз білесіздер да. Бірақ қалған дүниені үлкен ақшамен мақтанудың қажеті жоқ. Ақшаңыздың үлкен бөлігімен мақтанудың қажеті жоқ. Кредит алғанша лучше инвестиция жасаңыздар. Акция, облигацияға, басқаға инвестиция жасаңыздар. Қандай дүниеге инвестиция жасаймын десеңіздер, сұрақ қойшы. Қалай бастаймын инвестицияны? Қандай дүниеге инвестиция істесе болады? Инвестицияны қалай бастаймын деп сұра. Инвестицияны қалай бастаймын? Акция, облигацияны қалай үйренемін деп сұрашы. Акция, облигация қалай үйренемін? Короче, осы видеоның астында, алғашқы комментарийда, немесе описанияда біз сілтеме қалдырамыз. Ол сілтеме қандай десек, біз қысқа жаңадан бастайтындарға арналған курс жасадық. Әрине ол бүкіл инвестицияны толық түсіндіретін курс емес, бірақ алғашқы кіріспен жасауға, алғашқы акцияны сатып алуға, алғашқы облигацияны сатып алуға көмектеседі. Алғашқы қадам, мысалы биржа деген не, вообще брокер деген кім, акция облигацияны қалай сатып алады, қандай тарифтар бар, соның барлығын үйретеміз. Соның барлығын жасап қойған, түсіріліп қойған курс бар. Сол мысалы брокерлік шот ашасыздар, сол шотпен акцияны сатып аласыздар. Қандай акцияны сатып алайық десек, ішінде бірнеше документ жасап қойдық. $10 дейінгі акциялар, $20 дейінгі акциялар, $50 дейінгі акциялар, сондай документтердің барлығын жинап бір сайтта курс түрінде сақтап қойдық. Бағасы 15 000 теңге, бірақ дәл осы YouTube-дағы видеоны көрсеңіздер, соның сілтемесімен бассаңыздар 5555 теңгеге сатып аласыздар. Сол сілтемені басыңыздар, қалай сатып алу?
су тегін емес енді 5555 теңге. Қалай сатып алу керек екенін сол жерде түсінесіздер. Каспимен аласыздар ма, басқамен аласыздар ма? Сондықтан сіздерге екі түрлі қадам берейін. Біріншісі осы видеоға лайк басасыздар да жаңа ссылканы баса бересіздер. Екіншіден ойларыңызды осы видеоның астына жазыңыздар, қалай тағы не жайлы талқылаған сіздерге қызық болады. Біз де өйткені сіздердің ойларыңызбен бірге санасып, осындай бір маңызды, біздің ойымызша қызық деген дүниелерді талқылаған жақсы деп ойлаймыз. Сол үшін қолдап қойыңыздар. Туысқандардың группасына жіберіңіздерші, кстати. Жұрттың баласы дегенді айта бермесін.